қайырлы күн, қайырлы кеш достар, сіздермен мен Қолғанат. Жалпы бүгін мен тек мына жомарттар жайлы әңгіме қозғайын біледі. Жомарт Признавашки. Күлкілі. Иә, мен де жалпы айтқанда өмірден түңілген кезімде еліміз қайғырып насырген жоқ кезде, ол Жомарт Признавашкиға кіремді, бір күліп алам. Жалпы мен жақында ғана мынандай пост көрдім. Анна Петрова салыпты 9-дан кейін келіңдер дейді. Жалпы бастарында білімдерің болса дейді, 11-ге қалыңдар. Құрметті Анна Петрова айналайын. Мен де сабағымды 3-ке оқығамды, 5-ке емес 3-ке оқыдым, 4-ке оқыдым. Бірақ 11-ге қалдым, шүкір университетке түсіп оқып жатқан жайым. Молодец, красавчик, чё? Признавашки Жомартта мысалға кез келген әртүрлі тақырыптар қозғала береді, яғни актуалды. Мысалға сен үйде жатырсың, бір қызды ВК-дан ақтарып жатсың, қарап қалдың, ғашық болып қалдың, авадан суретін ал да, ішіне сал, инфо деп, бітті. Инфо дайын. Жігіттер, астымда жандарым, айналайындар. Қыздар мен салға ұстып қойсаңдаршы. Үйді салға ұстқанда да қалай? Фейк сенесі ашып алады да. Сонымен жібереді ол әңгіменің ойбай орысшасы бар, қазақшасы бар. Мысалға боқтағын кеп тілін қышып жатыр да, астына бір қызға жаза салдым, немесе бір жігітке жаза салдым, бітті. Құрметті қыздар, ендігі мәселе. Өздеріңізді боқтап көрсетуге керек жоқ. Не матерись, ты же девушка, пусть что хотят они делают. 91 жаманда, бітті. Құрметті Признавашкидің админі. Жаным, айналайын, админ. Бүгін кейде 18+, яғни 18 жастан асқан адамдар қарайтын нәрселер саласың. Яғни ашық салынған фотолар, или болмаса болмайтын боқтық сөздер саласың да, ал кейде ораза қабыл болсын, әр жұма сайын жұма мүбәрәк болсын. Это хорошо не кончится. Және сосын үйінде баллон, газ, труба, наращивание ресниц шиш деген сияқтылар бәрі керек болса, жаңағындай Признавашки Жомартта сала беріңдер, реклама. Көріп жатсаңыздар, сіздерге көп рахмет, лайктарыңызды басып, репосттарыңызды жасап, астына қалаған комментарийларыңызды жазыңыздар. Ол туралы да әңгіме қозғаймыз. Бәрін айтамыз, бұйырса сіздермен кездесеміз. Рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сөйте шықпы Жомартта.